Assalamu alaikum, qadrli zamanlaslar. Dastan kitaplarımızın betlerin ашып nazar salar ekenbiz. Ata-babalarımız sonşalar bay dürütüşlük qabiliyetke, әдеби һәм мәдени раважлануга ие болганлыгын көрemiz. Dastanlarımızda халыкларга дастан етіп жеткеруші жыраушылық өнердің өз алдына жолы, өз алдына сабағы бар. Қарақалпақ халқының өтміштегі әдеби естеліктерінің бейбаһа сөз қазинелерінің сақланып қалуында міне осы жыраушылық өнердің қызметі үлкен. Жыраулар бірнеше шәкіртлер тәрбиялап, халық қазинесін әулетларға мирас етуді әділі вазипа деп есаплаған. Соның ұшында біз бүгін ауызекі дүретпелеріміз, жыр дасталарымыз менен мақтанамыз. Har қандай халық яки миллеттің рухи байлығын оның тарихынан, өзіне тән үрп-әдет һәм дәстүрлерінен, тұрмыслық мирасларынан бөлек халда көз алдымызға келтіріп болмайды. Бұл бағдарда әлбетте рухи мирас, мәдени байлықлар, әйемгі тарихи естеліктер ең әһмиетлі факторлардың бірі болып қызмет қылады деп атап өткен еді президентіміз. Шынында да тарихи дүретпелеріміз, ата-бабаларымыздан қалған сөз қазинелеріміз миллетіміздің жарқын айнасы болып есапланады. Сәлімжан, қуанышы қойнына сыймай, кәруан басыға қарап, бес-алты ауыз сөз сөйлеп тұрған ұқсайды-ау. Келеді қызларының бәрден yazı жақсының шекерде мазалы сөзі. Шаршатпасан алып келдің бұл жерге, кәруан басы болдым сенен разия. Atım yedi öz elimde Сәлімжан, мен атадан туылғандай жалғызбан. Алып келдім назлы ярым еліне, кәруан басы енді сенен разымын. Ашықлықтан ұйқы келмес көзіме, әркім қуанады айтқан сөзіне. Алып келдің сайрам деген еллерге, риза болдым кәруан басы өзіне. Түркі халықлардың бірі Қарақалпақ халқы өзінің бай фольклорлық мирасына ие. Осы фольклорлық мираслардың ерте дәуірлерден бастап бүгінгі күнімізге шекем бір шынжырлы бағытта үзілместен келатырған бір ірі жанрларының бірі бұл Қарақалпақ халық дастанлары болып есептелінеді. Халық дастанлары тек арнаның жырау бақсы репертуарларында ең тикарғы орынды иелейді. Біздің халқымыздағы жыраушылық өнердің өзі де сол ерте дәуірлерден қорқытата, жыраулардың атасы қорқытатадан бастап, ондан бері қарай Қыпшақлар дәуіріндегі ұлы түрік баян жырау,
ноғайлы дәуіріндегі соппаслы сыпыра жырау, доспамбет, мейтен жырау, жиен жырау болған осындай шынжырма шынжыр халық өнеріндегі мәдениетіндегі давам етіп келатырған жыраушылық өнердің бүгінгі күнде де ізі біздің халқымызда сақланып қалған. Яғни бұл қобыз менен дастан атқару. Міне осындай өнеріміздің көркемлігінде, оның идеялық, образлық сыпатларында үлкен бір құдірет күштің бары сонан әбарат. Бұл бірінші орында халықтың арманын, тілек арманын, оның ғаресізлігін, абадан тұрмысын, халықлардың бірлігін, олардың достығын сөз етеді. Бұл дастанлардағы идеялық бағдар тикарынан осы халықлық мәпке қаратылған болады. Міне соның ұшында біздің халқымыз, бүткіл жер жүзі халқы бұндай эпикалық дөретпелерді сүйіп тыңлайды, өзінің арманын, тілек арманын сөз ететұғын болғаннан кейін бұндай дастанлардағы батырларды сүйеді һәм оларды ардақлайды. Дастанлардағы уақияларды баянлаушы сөзлер тыңлаушыны һәр тәреплеме қызықтырады. Оқып отырып жүдә әйемгі дәуірдің күн көрісін көз алдымызға келтіреміз һәм өзгеше тәсірлену, қызығу сезімлері пайда болады. Ата-бабаларымыздың сөйлеу тілінде қолданылған ескі сөз маржаллары менен жырланатығын дөретпелер ең қадірлі халық қазинесі сыпатында ізін жоғалтпай келатырған бейбаһа мирасымыз болып есапланады. Міне қаһарманлықты жырлайтұғын дастанларының бірі бұл Хажигерей дастаны. Дастан тикарынан классикалық дастан есепланады. Қаһарманлықты жырлайды. Халықтың ғаресізлігі үшін, халықтың абаданшылығы үшін күрескен Герей батырдың азаматлық күресі сөз етіледі. Бұнда Хажы Герей деген, мысалы, Герей батырдың Хажы деген інісі болады. Хажы батыр бұл да дастанның баслануында батыр тұрпатлы, үлкен палуан тұрпатлы, ел халқын қорғайтұғын батыр сыпатында сөйленеді. Бірақ дастанның сюжетлік линиясында бұл қатынаспай қалады. Герей со дастанның баслануынан ақырына шекем сюжетлік бағдарда өзінің орайлық фигураны құрап тұрады. Міне осы Хорезм еліндегі Бабахан патша, Бабахан патшаның белгілі бір ел атындағы, бұл дастанда Бүркіт Маңғыт ел аты деп беріледі. Бүркіт Маңғыт ел атының батыры Герей батыры болып сыпатланады. Бабахан дастанда Бабахан патша Герей батырдың даңқын, оның абырай мәртебесін естіп, оны алдына алдырады. Қыдыршал деген биді Бүркіт Маңғыт ел атына жіберіп, Герей батырды алдына алдырады. Солайынша Бабахан патшаға сыртқы жаулардың қарсы күресуі, олардан қалмақлардан елшілердің келуі һәм бұл Хорезм ел атын жаулап алмақшы екенлігі сөз етіледі. Міне осындай уақытта сыртқы жауларға, қалмақларға Герей батырдың қарсы тұруы дастанның тикарғы сюжетлік орайында тұрады. Kelgenmen kıya çölleri batım jelgenmen
шалдан барау қалды білгенде. Мұсылмансаң, қорқақсаң сен саяңнан, мен қылармын қарезімді тасталған. Не қайрым бар сендей қорқақ баладан, менен құтылмағың болғандығым гумана. Дастандағы Керей батыр образының суретленуі басқа дастанлардағы сияқлы жолбарыс жүрекли, елін жаудан қорғаушы, қайтпас өр көкірек батырдың тұлғасы көз алдыңа елестейді. Ал Шағыр Дәуірдің тұлғасы да дастанда шеберлікпенен сәулеленген. Бұлардың арасындағы қарама-қарсылық харекетлердің баян етілуде, сөзлердің бір-біріне жалғасып мәнілі сөзлер менен моншақтай дізіліп тарифленуі дастанды тыңлаушыда қызығушылық оятып баруы анық. Жолбарыстай ыңыранып, дәуге жамбас салады, белінен беккем құшақлап, қатты қысып алады, көзінен жасы моншақлап, аяғы тасқа көмілді, аш арсландай ақырып, ал Шағырды көтерді, қызыл жүзін солдырып, көкірегіне міндірді, кеуіліне қам толтырып, айландырып басынан таулап жерге ұрады. Бұл қатарлар Керей батырдың Алшағыр дәу менен жекпе-жек алысу уақиясы болып, бұнда біз батырлар тұлғасын көз алдымызға келтіреміз. Хорезм елінен, басқа қоңсылас елдерден достардың Айдыңұлы, Айқозы, Сайрамлыдан Саруанлы деген достары келіп, бірігіп, Тоқсауыл қалмақлардың патшасы ханы Тоқсауылға қарсы күрес жүргізеді. Міне бұл уақытта қалмақлардың дастанның сюжетінде қалмақлардың сондай бір күшлі, арқасы жерге тимеген палуаны, күшлі батыр әскер басы болып суретленетұғын Алшағыр дәу деген персонаж қатынасады. Міне Алшағыр дәуге қарсы Керей патша, Керей батыр қарсы күресіп, бұлар жекпе-жек күресіп, Алшағыр дәуді жеңуі менен сюжеттің осындай бір қызықлы тәріплері сөз етіледі. Осылайынша дастанның соңында қалмақ жаулардан халықты азат етіп, елдің ғаресізлігін алып береді. Халық абадан тұрмыста өмір кешіреді. Біз және дастанның Құрбанбай жырау атқарған Хажы Керей дастанының бір тарихын айтып кеткіміз келеді. Бұл дастанның соңы бір екінші бөлімі болған болуы керек. Себебі біз жоғарыда айтып өткен едік. Хажы, яғни Керейдің інісі Хажы батыр хақында, оның батырлығы хақында сюжетлік линияда уақия берілмей қалады. Демек, бұл дастан осы тек бір қалмақ жаугершілігіменен таусылып, оларды жеңуіменен жұмақланады. Бұл қандай да дастанның еле де ізі бар екенлігі, еле Хажы батырдың қаһарманлықларының, батырлықларына байланыслы сюжетлердің бар екенлігі көрінеді. Бірақ дастан осы бөлімде тұтас жазып қалынған. Бұнан кейін біз және бір айтып өтетініміз Құрбанбай жыраудың сондай шеберлігі, дастан атқарудағы шеберлігі, оның көркем тілінің жүда поэтикалық жақтан сұлу істенгенлігінен дерек беріп тұрады. Тек арында сюжетлік уақияларды беруді мазмұн менен оның көркемлігі тікелей байланыслы болады. Мәселен, дастанларда
Хажигерей дастан мысалында айтсақ, басқа дастандардағы да сюжетлік қаліплерде сондай қаһармандардың ұшырасулары, қаһармандардың соғылысуларындағы белгілі бір эпизодлық көрініслер, түрлі ұрыс көрініслері болмаса, батыр өз елінен шығып ұзақ сапарларға шығудағы өзінің елі халқыменен, дос яраныменен, ата анасы менен қошласулары сұлу қатарларда беріледі. Герей батырдың дастанда былай суретлейді: омырауы есіктей, тұрпаты келген бесіктей, күні түні жол жүрді батыр Герей іркілмей, жаурынлары қақпақтай, жұдырықлары тоқпақтай, танаулары шапшақтай, ауызлары оймақтай, екі көзі жұлдыздай, сөйлеген сөзі мазалы, ерінлері қаймақтай, өзі 18 жасында, жығалы тажы басында, деп Герей батырды жүдә көркем, өзі палуан тұрпатлы һәм жүдә қошырей бала жігіт сыпатында суретлеп береді. Бұндан басқа дастанда жау адамлары тарапынан келген елшінің, жау адамлары тараптегі батырлардың суретленуі де өз алдына бір бөлек ұнамсыз персонаж сыпатында берілгеніменен де олардың да батырлық тұрпаты ақиқаттан көркем бағдарда берілген. Мысалы, бір қара көрді сол манда, қарағай найза қолында, бір ат